Саламатсыздар ма оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Керқұлатты Кендебай ертегісі. Кендебай елінің тұрмысын жақсартқан ұл. Оқу мақсатына тоқталатын болсақ, көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы образын ашу. Ендеше оқушылар, бейнероликке назар аударайық. Қиял ғажайып ертегілерінде аңшы мергендер, алып күш иесі, қайратты жігіттермен қатар қарапайым шаруа адамдарының да ерліктері мол орын алады. Соның бір айқын мысалы Керқұлатты Кендебай ертегісі. Ертегі оқиғасы екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде Қазанғап дейтін кедейдің Кендебай атты баласының тууы, ел үшін жасаған қызметі баяндалады. Екінші бөлімде Кендебайдың ерлік істері айтылады. Ертегінің оқиғасы Кендебайдың іс-әрекеті арқылы дамып отырады. Кендебай кәдуілгі бала емес, күн сайын өсетін, 6 жылда алпамсадай жігіт болған ғажап бала. Алып күш иесі Кендебай әке шешесіне көмектесіп, шаруа қарап аң аулайды. Аң мен құс етіне Қарасудың бойындағы қара үйлі кедейлерді қарық қылады. Тұтқын болған Мергенбайды құтқару үшін аттанып, осы жолда жеті басты алып дәумен, жалмауызбен, ақырған арыстанмен айқасып жеңеді. Алтын құйрықты құлындарды аман алып келіп, хан қолына табыстап, жау қолында болған Мергенбай батырды құтқарып, елде қалған баласымен табыстырады. Ерлігімен танылып мұратына жетеді. Кендебайдың батырлық істері көп жағдайда оның тұлпары Керқұлаға байланысты болады. Керқұла айшылық жерге аттап жететін тұлпар ғана емес, ол батырдың серігі, қысылғанда адамша сөйлеп дем берер досы. Мұндай бейнелердің бәрі де ертегінің қиял ғажайып ертегі екендігін танытатын сипаттар. Керқұлатты Кендебай ертегісі тілі жағынан да, көркемдік ерекшелік жағынан да елеулі ертегілердің бірі. Аз сөзге көп мағына сыйдыра айтып, бай тіл мен көркем образ жасауынан мұнда халық тілінің зор байлығы толығынан пайдаланғандығы аңғарылады. Ертегінің қысқаша мазмұндамасы сендерге ұнады деген ойдамын. Ендеше көп күттірмей оқу тапсырмасына құлақ түрейік. Бірінші тапсырма Қазанғап кедей, Кендебайдың өмірге келуі, Кендебай және қойшы бала бөлімдерін оқисыздар. Екінші тапсырма Кендебай елінің жағдайын қалай жақсартты деген тақырыпта өз ойыңызды дәлелдеп, 7-8 сөйлеммен дәптерлеріңізге жазасыздар. Сабақтың соңында әдеттегідей рефлексия жасаймыз. Бүгінгі тақырып бойынша білдім, енді білдім.